Сәлеметсіздер ме? Бүгін біз сіздермен бірге 7-8 сабақ қазақ тілі 6 сынып Қазақстанның қорықтары, табиғат байлығы тақырыбын өтеміз. Екінші тапсырмадан бастайық. Тапсырма: тыңдалым мәтінінде сөйлемдердің дұрыс немесе бұрыс екенін дәлелдеп айт дейді. Бұл жерде дұрыс жауабы бізде Марқакөл мемлекеттік қорығы еліміздегі 5-ші қорық. Бұл бұрыс болады, яғни бұрыс дегеніміз дұрыс емес. Марқакөл қорығы Батыс Қазақстанда орналасқан емес, яғни дұрыс емес бұл жауап. Және қорықтың мақсаты сирек кездесетін жануарларды сақтау. Бұл бізде дұрыс. Кез келген қорықтың мақсаты бізде осы. Және қорықта бауырымен жорғалаушылардың 5 түрін мекендейді. Бұл да бізде дұрыс жауап болады. Келесі тапсырма: мәтінді мұқият оқып, берілген сұрақтарға жауап бер. Әрбір сөзі бөлек жазылатын күрделі атауларды тап дейді. Бұл жерде ең әуелі мәтінмен танысып аламыз. Мәтінмен танысқаннан кейін мына тапсырмадағы берілген шартына сәйкес былай орындаймыз. Бұл жерде бізде айтып тұр, Ақсу-Жабағылы қорығы жайлы айтып тұр. Қорық бірнеше биіктік белдеуде жатыр. Тау өңірінде бидайық, түрлі шөптер, боз жусан, жоғарғысында селдір арша орманы, субальпы және альпі шалғыны өседі. Одан жоғарғысын мұздықтар мен көп жылдық қар жапқан. Ақсу-Жабағылы қорығының жерін Ақсу өзенінің аңғары тереңдігі 500 метрде жарып өтеді деген жауапты белгілеуімізге болады. Келесі 4-ші тапсырма. Бізде 4-ші тапсырмада бір-бірімен ой бөлісіп мақалды жалғастырыңдар дейді. Отансыз адам, ормансыз, яғни мына көп нүктені орнына дұрыс қойылатын сөздер табу керек. Ол былай: отансыз адам, ормансыз бұлбұл. Жалғыз ағаш орман болмас, жалғыз кірпіш қорған болмас. Жақсы болсаң жердей бол, бәрін шыдап көтерген. Таза болсаң судай бол, бәрін жуып кетірген. Күтімі жаман ағаштың бітімі жаман. Тікен гүлін қорғайды. Мына жерде былай болады: тікен гүлін қорғайды, ара балын қорғайды. Жаман малын қорғайды, жақсы арын қорғайды. Бұл жауаптардың барлығы бізде ГДЗ сайтынан алынып жатыр. Келесі бізде 7-ші тапсырмада төменде көрсетілген қорықтар туралы энциклопедиядан, яғни энциклопедия дегеніміз үлкен кітап, содан ақпарат құралдарының материал тауып, оларды кестеге картаға түсіріп жаз. Бірге және бөлек дефис арқылы жазылатын сөздердің астынсыз. Яғни мына берілген қорықтардың атауларына біз энциклопедиядан мәлімет табуымыз керек. Бірінші Алматы мемлекеттік табиғи қорығы. Ол Іле Алатауының орталық бөлігінде табиғат байлығын қорғау және ғылыми зерттеу жұмыстарын жүргізу мақсатында 1931 жылы құрылған мемлекеттік қорық. Ақсу-Жабағылы мемлекеттік табиғи қорығы Талас Алатауының батыс Тянь-Шань солтүстік батыс бөлігін және Бөгем жотасын алып жатқан Қазақстандағы тұңғыш қорық болып есептелсе. Келесі Барса келмес мемлекеттік табиғи қорығы өте сирек кездесетін флора мен фауна бар. Өсімдіктердің 256-дан астам түрлері және малдар, аңдар, сүтқоректілер және қос мекенділер өмір сүреді. Қорғалжың мемлекеттік табиғи қорығы Ақмола облысы Қорғалжың ауданында 1968 жылы 16 сәуірде құрылған. Аумағы бойынша Қазақстан Республикасының ең ірі қорықтарының бірі болып саналады. Және соң келесі Наурызым мемлекеттік табиғи қорығы Қостанай облысы Наурызым және Әулиекөл аудандарында орналасқан мемлекеттік қорық. Және бізде соңғы 2 қорық қалды. Олар Алакөл мемлекеттік табиғи қорығы, Тентек сағасының табиғатын және Алакөл аралдарындағы сирек кездесетін жануарларды сақтап қалу мақсатында ұйымдастырылған. Жетісу облысының Алакөл және Абай облысының Үржар аудандарында орналасқан. Қаратау мемлекеттік табиғи қорығы Түркістан облысы аумағындағы Қаратау жотасының орталық бөлігінде Кентау қаласынан 17 км жерде орналасқан мемлекеттік қорық. Келесі 8-ші тапсырма: тест сұрақтарына жауап бер. Бірге жазылатын сөзді көрсет. Біз өткен сабақта өткенімізде бірге жазылатын. Ол значит, мына жерде бірге жазылу керек. Мұнда асыл тас деген сөз бірге жазылған ба? Жоқ, бөлек жазылып тұр. Демек бұны бірден жауабына сызып тастаймыз. Марқакөл бізде бірге жазылған. Демек дұрыс жауап бізде болады. Қалғанын көрейік. Іле Алатауы бұл бізде бөлек жазылған. Бұны да сызып тастаймыз. 25 бұл онсыз да бөлек жазылады. Қызыл
бірге жазылатын сөзге біз бірге жазылып тұрған деп бұны алмаймыз. Бірге жазылатын ережесі қандай? Түбір, яғни екі түбірден тұрады. Бұнда марқа және көл деген екі түбірден тұрғандықтан осы жауап дұрыс болып есептеледі. Келесі, мұнда керісінше бөлек жазылатын сөзді сұрайды. Бөлек жазылатын сөз бізде, қараңыздар, ақсу жабағылы көрейік. Бұл жерде дефис тұр. Дефис болса бізде кірмейді. Халықаралық, бұл жерде бұл халық және аралық деген екі түбірден тұр. Бұл бізде бірге жазылатын, бұл да кірмейді. Барса келмес, барса келмес деген екі түбірден жазылған, бұл да сәйкес келмейді. Авто, қалам, бұл да бірге жазылатын сөзге жатады. Авто және қалам деген сөзден, демек бұны да тастаймыз. Бізде қалған дұрыс жауап Алматы облысы. Жауабы А болады. Келесі, дефис арқылы қате жазылған сөзді тап. Бұнда тапсырма бізде қалай? Бізде қате жазылған сөзді сұрап тұр. Демек, онда бізде дұрыс жауабы ел жұрт бізде қос сөз, бұл дұрыс жазылған. Бұны сызып тастаймыз, себебі бізде қате жазылған сөз керек. Ыдыс аяқ бізде бұл да дефис арқылы жазылған, бұны да сызып тастаймыз. Қып-қызыл, бұл да күшейткіш шырай арқылы жасалып тұр, бұл да келмейді. 18, міне бұл жерде дұрыс, себебі қате жазылғанға жатады. Себебі 18 деген біз санды айтқан кезде арасына дефис қоймаймыз, демек дұрыс жауап бізде В болады. Ал әл-Фараби бізде ол да дұрыс жазылған сөзге жатады. Келесі, әрбір сөзі бөлек жазылатын күрделі атауларды тап. Күрделі дегеніміз екі сөзден құралып бөлек жазылады. Есімізде болсын. Көрейік, құлақ асқа. Бұл дұрыс жауап, бірақ ала деген сөз бұл жерде келмейтіндіктен бұны тастаймыз. Келесі бізде құлақ асқа. Бұл да келеді, қарала, бұл да келеді, яғни дұрыс жауап осы болады. Қалғандарды талдап көрейікші. Жирен, ақшабдар. Жирен сөзі келмейді, бірақ ақшабдар келеді. Бірақ бізге екеуінде де жалпы бөлек жазылатын күрделі атау сұрап тұр. Сұраққа дұрыстап мән беріп оқысақ, жауабы шығып тұрады. 20-30 болда келмейді, 65 келгенмен 40 келмейді. Сонда мынаның барлығын сызып тастаған кезде бізде Ә жауабы қалады. Яғни дұрыс жауаптары бізде осылай болады, балалар. Бүгін осымен сабағымыз аяқталды. Қандай тақырыптарға жауабымен бірге шығарайын. YouTube-қа комментарийге лайк басып, арнаға тіркеліп, сұрақтарыңыз болса комментарийге қалдырып кетсеңіздер болады.